Пайғамбарымыздың үмбетіне деген сүйіспеншілігі. Арамыз қаншама ұзақ болса да, сағынышты басуға бір салауат жеткілікті. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам үмбетіне деген мейірімділігі мен сүйіспеншілігі ерекше. Мейірімнің қаһарманы пайғамбарымыз дүниеге келе салысымен үмметім, үмметім деген. Ешбір жанға нәсіп болмаған миғраж оқиғасында Алла одан қалаған тілегін сұрағанда үмбетім, үмбетім деген. Төсек тартып жатқанында қасына келген Жабірейіл періште пайғамбарымызға: «Уа Расулалла, аспан әлемі сен үшін дайындалды. Періштелер қатарға тұрып келуіңізді қалайды. Жұмақтың есіктері сен үшін ашылды. Жұмақ сен үшін дайындалды» дейді. Пайғамбарымыз мұңайып айтылғандарға еш қуанбайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жабірейілге: «Басқа сен үшін бар ма?» деп сұрайды. Жабірейіл: «Уа Расулалла, бәрі келуіңізді күтуде. Жұмақ сіз үшін дайын. Басқа қандай сүйінші берейік?» дейді. Сонда Расулалла: «Үмбетімнен бір хабар бер маған. Мен жоқта олар не болмақ?» дейді. Жабірейіл Алла тағаланың құзырына барып қайта оралады. Үмбетінің 30-і аман қалады дейді. Пайғамбарымыз көзіне жас алып Жабірейілге алейхиссалам: «Тағы сүйінші бер» дейді. Жабірейіл Алла тағаланың құзырына тағы да барып қайтады да үмбетінің жартысы аман қалады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтадан көзіне жас алып: «Тағы сүйінші хабар айт» дейді. Жабірейіл қайтадан Алланың құзырына барып қайтады да: «Уа Расулалла, саған тәуелді болғандар, Алладан басқа жаратушы жоқ дейтіндер, сүннеттеріңді әрдайым орындайтын үмбетіңнің барлығы аман қалады» дейді. Оның үмбетіне қамқор болғаны соншалықты, тек өз замандастарын ғана емес, қиямет күніне дейінгі барлық үмбеті үшін уайымдаған. Ол түні бойы таңның атуына дейін үмбеті үшін дұға тілеп, жаратушыға жалбарынған. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолын жайып: «Я Алла, үмбетімді қорғай көр» деп дұға етіп жылап отырған уақытта ұлы Алла Жабірейілге айтады: «Уа Жабірейіл, шынында Раббың бәрін біледі, бірақ сен барып Мұхаммедтен не үшін жылап отырғанын сұра» дейді. Жабірейіл сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмбеті үшін жылап отырғанын айтты. Жабірейіл Алла тағалаға барып жағдайды айтты. Ұлы Алла Жабірейілге Алла елшісіне барып былай айтты: «Уа Мұхаммед, біз сені риза етеміз, ренжітпейміз. Үмбетің үшін уайма» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрдайым үмбетін уайымдап, бір сәтке болсын ұмытпаған. Олар үшін көз жасын төгіп қайғыланған. Алла тағала пайғамбарымыздың үмбетіне деген құштарлығын былай баяндаған: «Сендерге өз араларыңнан, яғни араларында туып өскен хақ пайғамбар келді. Оның сендерге жанашырлығы соншалық, азапқа немесе қиын жағдайға душар болғандарың былай тұрсын. Тіпті болмашы бір қиындыққа тап болғандарыңның өзі оған өте ауыр тиіп, жанына қатты батады. Ол сендерге тым ынтық, өте ынтызар болғандықтан сендер үшін қатты қорқады. Сендерді ойлап көп уайым жейді. Ол мүміндерге сондай жанашыр, өте мейірімді». Тәубе сүресі 128 аят. «Уа Мұхаммад, сен сондай қиын шақта Алланың рақымының арқасында ғана айналаңдағы адамдарға жұмсақ, биязы бола білдің. Егер дөрекі тас жүрек болғаныңда, маңайыңдағылардың бәрі сенен безіп, жан-жаққа тарап кетер еді. Ендеше оларға кешіріммен қара, һәм олар үшін кешірім тіле. Сондай-ақ олармен әр істе кеңесіп отыр. Егер қандай да бір іске бел бусаң, бір Аллаға тәуекел ет. Шүбәсіз, Алла тәуекелшіл құлдарын жақсы көреді». Әли Имран 159 аят. «Уа Мұхаммад, байқауымызша сен, егер ол мүшриктер бұл сөзге, яғни Құранға сенбесе, олардың соңынан уайым шегіп, өзіңнен өзің таусыла жаздайсың». Каһф сүресі 6, Шуара 3. Пайғамбарымыздың үмбетіне деген құштарлығы үшін Алла тағала оған Рауф Рахим деген. Алла тағала оған дейін келген пайғамбарлардың ешбіреуіне өзінің есімін беріп сипаттамаған. Әзіреті Айшадан Алла Расулының ахлағы қандай еді деп сұрағанда, ол оның ахлағы Құранның дәл өзі деп жауап береді. Пайғамбарымыздың үмбетіне деген қамқорлығы бір әкенің баласына жасаған қамқорлығындай еді, тіпті одан да мықты еді. Пайғамбарымыз өмірінің әр кезеңінде үмбетім деп күйіп жанған. Мейірімді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны былай баяндаған: «Күмәнсіз, мен сендерге бір әкенің баласына қарағандай қараймын. Алла Расулы мүміндерге нәпсілерінен де жақын әрі артық. Өйткені ол оларды қорғап қолдайды. Мүміндерді осы дүниеде де, ахиретте де мейіріміне бөлейді. Біз нәпсіміздің кесірінен жамандыққа ұшырап жатамыз.
Алайда пайғамбардан әрқашан жақсылық, мейірімділік, жанашырлық көрдік және арғы дүниеде де көреміз. Ол Алланың рақымдылығының үлгісі. Олай болса, әлбетте, бізге өзімізден де жақын болғаны. Шынында ол бұл мәселеге бұлай назар аудартқан: мен мүміндерге кеуделеріндегі жандарынан да жақынмын. Қаласаңдар мына аятты оқыңдар. Алла Расулы мүміндерге жандарынан да қымбатты. Әрі былай деген: кімде-кім артына дүние мүлік қалдырса, ол ағайын туысына, бірақ кім артына қарсы тастаса, менің мойнымда. Таифте өзіне тас жаудырған адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллаға қол жайып, олардың ұрпағынан қиямет күніне дейін Аллаға сенетін, одан басқа жаратушы болмағанына сенетін біреулердің шығуына үміттенемін деді. Бұл не деген сүйіспеншілік десеңші? Басына тас жаудырғандарға олардың үстіне тауды да төңкеруге мүмкіндігі бола тұра, кешірумен шектеліп қалған. Дұшпанның өзіне осылай мейірімділік көрсеткен пайғамбарымыздың бізді үмбетін қаншалықты жақсы көргенін аңғаруға болады. Ухуд шайқасында мүбәрак тістері сынған кезде де сол мүшриктердің жер бетінен жоқ болып кетпеу үшін Раббысына жалбарынып: Аллам оларға тура жолды көрсет, өйткені олар мені танымайды, білмейді, дейді. Осылайша өзіне қылышын ала жүгіріп қарсылық білдіргендерге де тек мейірімділігін көрсеткен. Туа сала үмбетім деген, миғражда үмбетім деген, төсек тартып жатқанда үмбетім деген пайғамбарымыз қиямет күні де біздерді шақырар. Қиямет күні әркім өзін уайымдап жатқан кезде, осы дүниеде баласы үшін жанын беретін аналар ол жерде баласын танымастан қашып жатқанда, әуелі пайғамбарлар өзім дейтін жерде оның үмметім дейтініне үміттенеміз. Пайғамбарымыз Сират көпірінде үмметіне көмекші болады. Ең қиын және ең ауыр жерлердің бірі Сират көпірінде Алла Расулы үмметіне қол ұшын береді. От пен қорқыныш шектен шығатын бұл жерде пайғамбарымыз Сират көпірінің басында тұрады. Әркім істеген амалдарына қарай ол көпірден өтеді. Ал Алла елшісі: Аллахумма сәллим, я Алла, аман сақта дейтін болады. Пайғамбарымыз үмметінен кейбіреулер Сират көпірінде тұрып қалатынын айтып кеткен. Ол күні Сираттың бас жағында пайғамбарымыз көпірден теңселіп, астындағы тозаққа құлай жаздаған адамдардың: уа Мұхаммад, құтқар, уа Мұхаммад, жәрдемет деген айқайына жауап ретінде: уа Раббым, үмбетім, мен бүгін нәпсімді қаламаймын, қызым Фатиманы да қаламаймын, үмбетімді қалаймын деп Аллаға жалбарынады. Міне осылай үмбетінің аман қалуын, жұмаққа кіруін қалаған пайғамбарымыз осы дүниеде тер төгіп үмбетіне ахиретте ауыр тимесін деп қолынан келгенін істеген. Оның үмбетіне жеңілдікті қалауын, үмбетіне көрсеткен мейірімін Айша анамыз былай баяндайды: Алла елшісі екі нәрсенің біреуін таңдауға мәжбүр болғанда, міндетті түрде жеңілін таңдайды. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға қарап, жағдайы барларына қажылық парыз болғанын айтып, олардың қажылық парызын орындауын қалайды. Сол жерде отырғандардан біреу: жыл сайын қажылыққа барамыз ба деп сұрады. Оған Алла елшісі үндемеді. Ол болса сұрағын 3 рет қайталады. Сонда пайғамбарымыз: егер иә деп жауап бергенімде, сендерге қажылыққа жылда баруларың парыз болар еді. Ал сендердің бұған күштерің жетпес еді деп үмбетіне ауыр соғатын үкімнің парыз болғанын қаламаған еді. Басқа бір хадисте былай делінген: Раббымның жанына бір періште келіп, Алла үмбетімнің жартысын жұмаққа жіберу мен шапағат ету арасында біреуін таңдауымды сұрады. Мен шапағатты таңдадым, өйткені ол баршамызды қамтиды, әрі барлығына жеткілікті. Сен бұл шапағатты үмбетіңнің ішіндегі әділ жандарға арналды деп тұрсың ғой? Жоқ, бұл шапағат үмбетіңнің қателесіп және күнәға кіргендері, күнәларға батқандар үшін. Алла Расулы үмбетінің жартысы тозаққа кіретінін естігенде, махшардың ортасында сәждеге барып, үмбетім деп жалбарына бастайды. Оған басыңды көтер, шапағат ет, шапағатың қабыл болады дегенге дейін басын жерден көтермейді. Пайғамбарымыздан кімдерге шапағат етесің деп сұрағанда, менің шапағатым жүрегі айтқан сөзін растайтын, шын жүректен таухидты, бір құдайға сенгенін айтқандарға, шын жүректен ла иляха илlallah Мұхаммадур Расулуллах дейтіндерге болмақ деп жауап берген. Көріп отырғанымыздай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз үшін қаншалықты мейірімділік көрсетті. Ендеше оған деген сүйіспеншілігіміз неге көбеймеске? Оған деген иманымызды күшейтіп, жаңартқанымыз жөн болар ағайын. Оны қаншалықты жақсы танысақ, соншалықты жақсы көреміз. Қаншалықты жақсы көрсек,
соншалықты оған деген сүйіспеншілігіміз артып, осы дүниеде өмір сүре келе, ахиреттің де дәмін қазірден сезе бастаймыз. Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам ғибадатқа ғашық болған, намаздарын ұзақ оқитын, әйтсе де нәпіл намаздары сахабалардың шамасы келетіндей еді. Міне, осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазға ниеттеніп, намазда тұрған кезде бір баланың жылаған даусын естиді. Сол сәтте намазы тезірек оқи бастайды. Өйткені ол кезеңде әйелдер де ерлердің артында сапқа тұратын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жылаған баланың анасына осылайша жеңілдік көрсеткен. Бір баланың жылағанына жаны шыдамаған пайғамбарымыз біз махшарда жалғыз қалған кезімізде біздерге де қол ұшын созатын болады. Пайғамбарымыздың жанында көп уақыт болған Әзірет Әнес былай баяндайды. Пайғамбарымыз мені базарға жұмсап бір нәрсе әкелуімді өтінді. Мен көшедегі балалармен ойынға кірісіп кетіп, оның не сұрағанын ұмытып кеттім. Қайтып келіп үндемей отырдым. Пайғамбарымыз менің ұялып, именіп отырғанымды көріп, қайтсын, енді Әнес, оның қолынан келер нәрсе емес қой. Оған істейтін ісін Алла ұмыттырды деп көңілімді жұбатқан еді. Тағы бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әзіреті Әнесті бір жұмыспен жұмсайды. Әзіреті Әнес ішінен Аллаға ант етемін, мен бұл жұмыспен бармаймын деп артынша өкініп, айтқанынан бас тартады. Пайғамбарымыздың айтқанын орындауға кетеді. Бірақ жолда ойнап жатқан балаларға қосылып, әлгі баратын жерін ұмытады. Бір кезде оны біреу арқасынан ұстайды. Бұрылып қараса, пайғамбарымыздың дәл өзі. Әзіреті Әнесқа күлімсіреп, Әнес, мен айтқан жерге барып қайттың ба? Деп сұрайды. Әзіреті Әнес, я Алла елшісі, қазір бара жатыр едім депті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еш нәрсе демей күлімсіреп қана қояды. Әзірет Әнес жасы ұлғайғанда пайғамбарымыздың қасында өткен күндерін былай есіне алады. Бала кезімде пайғамбарымыздың қасына бардым және 10 жыл бойы қызметінде болдым. Маған бір рет болсын ашуланған емес, бір рет болсын қол көтерген емес. Неге бұны жасамадың деп ашуланған емес. Ешқашан маған қабағын түйіп қараған емес.